Ассалаумағалейкум армысыздар, ардақты және құрметті қала тұрғындары, отандастар. Бүгінгі видео сіздер үшін әрине ерекше болайын деп тұр. Бүгін 31 қаңтар 2023 жыл. Бүгінгі видео қандай видео десеңіздер, әрине қазір жақын арада наурыз айында үлкен науқан болайын деп жатқандығын кейбіреу білсе, кейбіреу білмейді. Өйткені сайлау болайын деп жатыр ағайындар. Бұл сайлауға кімдер қатысады және кімдер қатысу тиіс деген сұраққа мен бүгін жауап іздейтін боламын. Сіздерге айта кететін нәрсе, құрметті көрермендер, әрине президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мырза өз жолдауында осы 2023 жылы сайлау өткізіп, мемлекетті жаңа үкіметпен жасақтандыру керек деген сөздерін айтқан болатын. Жаңа үкіметке әрине қоғам белсенділері, халық қалаулылары отыру тиіс Тоқаев мырзаның айналасында. Сондықтан осындай мүмкіндіктер туып тұрған сәтте мен болайын, мен секілді белсенділер болсын, қоғам қайраткерлері, осы қаланың кем-кетік жерлерін жырлап жүрген блогерлер болсын, әрине осындай сайлаудан қалыс қалмай өз кандидатурасын ұсынуға тиіс деп білем ағайындар. Президентіміздің жолдауына, президентіміздің ойына, пікіріне, еліміздің дамуына бізде әрбір қазақ атсалысу керек. Сондықтан арамызда белсенділер болатын болса, өз кандидатын ұсынсын. Қаламыздың бюджеті істегеннің аузына, ұстағанның қолына кетпес үшін, орынды жаратылу үшін біз әрине қала мемлекетіміздің тұрғыны ретінде, тумасы ретінде жан ашуымыз керек. Менің де айналамда жора жолдастарым, бауырларым, неге өзің кандидатыңды осы депутатқа ұсынбасқа деген ұсыныстарын айтып жатыр ағайындар. Менде де ойыма ой қосылып жатыр. Бүгін міне 31 қаңтар күні қазір әкімшілікке барамын. Осы сайлаудың төңірегінде мамандар болса, осы сайлауға кімдер қатысуға мүмкіндіктері бар? Қатысу үшін не істеу керек? Қандай құжаттар өзімен бірге алып жүру тиіс деген сұрақтарды, жалпы сайлауға байланысты сайлау төңірегінде сұрақтарды сол мамандарға қазір қойып, видео ретінде сіздерге жолдайтын болам. Ол видеоны не үшін жолдап жатыр десеңіздер, біздің қоғамда осындай белсенділер болатын болса, YouTube блогерлер болатын болса, саяси блогерлер әрине, неге сіздер өз кандидатураңызды осы депутаттық сайлауға ұсынбасқа? Біз мемлекет жаңа Қазақстан құру үшін белсенділерден құралымыз керек. Сондықтан ағайындар, мен де өз кандидатурамды қазір ұсынып көремін. Әрине менің мінездемем, менің болмысым сол кандидатураға сәйкес келетін болса, мен де барынша әрекет жасаймын. Осы кандидатурамды ұсыну барысында қандай да бір кедергілер шығып жатса, оны да сіздермен бірге бөлісем. Сіздер халық болған соң алдарыңыздан бір өтейін деген мақсатпен осы әңгімені де сіздерге айтып отқан жағдайым бар ағайындар. Қазір біз видеомызды жалғастырамыз, әкімшілікке барып сұрақ жауаптарын алатын боламыз, әңгімемізді ары қарай өрбітеміз. Мінеки Түркістан қаласының әкімшілігіне келе жатырмыз. 25-ші Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттарына сайлау округі дейді. Қазір анық қанығын сұраймыз, қандай талаптар бар бұлардың сайлауға түсу үшін. Қазір сұраймыз, көреміз. Әкімшілік қойы? Сайлауға байланысты мамандар болса жолға индемін. Неге? Депутат қойды деді? Иә, ұсынып қойды. Иә. Қандай талаптары бар сол туралы? Солға қарай бөліп. Жақсы, рахмет. Неге Қазақстан парламент мәжілісінің депутаттарына сайлау округі дейді? Ассаламалейкум. Бірге олар. Мінеки көрермендер, Түркістан қаласының әкімшілік ғимаратына шығып жатырмыз. Сайлауға қатысты мәліметтерді алдық. Сайлауға өз кандидатыңызды ұсыну үшін 8 ақпан күні кешкі сағат 16:00-ге дейін соңғы құжаттарды қабылдау уақытысы аяқтала деген ағайындар. Біздің тіркелушілеріміздің арасында осында белсенділер болатын болса, 8 ақпанға дейін өз ұсыныстарыңызды
тапсырып үлгеріңіздер. Құрметті көрермендер, далада желдің тұруына байланысты видео түсіріп жатқанда аудио дұрыс естілмейтіндігін ескерте отырып, көліктің ішінде әңгімемді жалғастыруыма тура келіп отыр. Түркістан қаласы әкімдігіне, әкімшіліктің ішіндегі осы сайлауға байланысты мамандармен тілдескен болатынмын. Олар видеоға түсірмеуімді өтінді. Сондықтан барынша олардан естіген ақпаратты сіздерге қазір жеткізейін. Сайлауға қатысу үшін мен өзім Яссы мөлтек ауданына өз кандидатымды ұсынсам ба деп келдім. Келу барысында 350 мың теңге қалалық депутаттыққа және облыстық депутаттыққа өз кандидатыңызды ұсынсаңыз 350 мың теңгедей қаражат үкімет қазынасына құю керек екен. Бір жерінен соны білдім, және 20 жастан жоғары болу тиіс. Осы қалалық облыстық депутаттыққа өзіңіз ұсынсаңыз. Жаңа видеоның арасында айтып кеттік қой, 8 ақпан күні 2023 жылы соңғы құжаттарды қабылдау күні екен. Оға дейін біз үлгереміз бе, үлгермейміз бе, оны да жұмыс барысында, әрекет барысында көреміз. Ең мені қинап жатқан нәрсесі осы 350 мың теңге. Ондай қаржы менде қазір жоқ. Расында ондай қаржысы жоқ белсенділерге бұл қаржы әрине тосқауыл болатындығы сөзсіз. Жағдай осындай, енді 350 мың теңгені қайдан табамыз, кімнен сұраймыз деген ойлар тағы да мазалап жатыр. Үлгереміз ба, үлгермейміз ба құжат тапсыруға. Сондықтан, бірақ дегенмен біз ешқандай қамықпаймыз. Біз белсенділігіміз әрқашан жалғасады. Дегенмен сондай қаржы тауып отқан қоғамда белсенділер болатын болса, үлгеріп қалыңыздар. 8 ақпанға дейін құжаттарыңызды тапсырып. Бізде барынша әрекет жасаймыз. 350 мың теңгенің басын қалай құраймыз деген мәселемен айналысатын боламын. Егер де ол қаржы табылмай жатса, әрине ендігі депутаттыққа үміткер болуға дайындаламыз. Алла бізге қуат берсе. Көрермендер, бізден алыстамаңыздар. Біз видеомызды әрі қарай, белсенділігімізді әрі қарай жалғастыра беретін боламыз. Бізді қолдаңыздар, біздің арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Біздің мақсатымыз елдің амандығы, халықтың тыныштығы. Көреміз, тағы да видео шығаратын боламыз. Осы сайлау жайында сіздерге әрине есеп беру менің міндетім. Құжатымды өткізбедім. Осы туралы да мәлімет сіздерге жеткізетін боламын. Әрқашан бірге болайық, бірге жұмыс істейік, қаланың дамуына үлес қосайық.